Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мереке, және де бұл видеода өздеріңіз біліп тұрғандай мен бір күнімді қалай өткіземін, сол жайлы болады. Мен өзімнің күнімді қалай продуктивно өткіземін, осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Сондықтан да видеоны до конца көріңіздер, және де комментарий қалдырып, лайк басып, арнама тіркеліп кетсеңіздер, маған очень приятно. Сол себепті де видеоны көп созбай бастаймыз. Мен сағат 6:30-да тұрған болатынмын. Үстінде иностранный язык, басқа тіл болды. Соған дайындалдым мен жұмысына. И енді қазір сағат 9-да менде курс болады. Қазір 8-ден асты сағат. Үйді қазір кішкене реттестіріп алып, потом уже сағат 9-да индивидуально сабаққа қатысатын боламын. Енді ол қандай курс дейтін болсаңыздар, ендеше IELTS writing бойынша негізі writing өте қиын. Ол нәрсені өзің дайындай алмайсың никак. Өйткені жазылымда саған көмек керек болады, сенің қатеңді тауып беретін мұғалім болғаны өте дұрыс. Егер шынымен де тез арада прогресс көргілеріңіз келсе, өздеріңіздің балдарыңызды көтергілеріңіз келсе, writing бойынша ендеше шынымен де арнайы куратормен дайындалған өте дұрыс. Өйткені қаншама нервыңды құртпайсың. Қазір менде курс аяқталды. Енді қазір үй жұмысын орындауым қажет, өйткені менде кешкі курсым бар. Ал енді түсте біз уже қалаға шығамыз, поэтому қазірден бірден үй жұмысын орындап қою керек. Неге қалаға шығамыз, не нәрселермен айналысып жатырмын, соны келесі видеоларда больше айтатын боламын. Қазір жай ғана айтатын болсам, волонтерство. Енді мен бұл видеода білмеймін, SAT, дүниежүзі тарихы жайлы болады ма, болмайды ма, өйткені мен үлгеремін бе, онда точно білмеймін. Өйткені мен уже қазір түс болады, түсте уже қалаға кетеміз, и түстен уже кешке қарай мен қайтадан үйге келемін, сосын тағы да курсым болады, и потом уже кеш болады. Но білмеймін, IELTS-қа дайындаламыз. IELTS жайлы қалай подготовка жасаймын, оны айтамын. Егер белгілі бір керек дейтін әп деп айтайын ба, приложение болатын болса, ендеше оны бөлісетін боламын, поэтому до конца видеоны көреміз. Ал енді қазір IELTS-қа дайындалып жатқан жандар жайлы айтатын болсақ, менде reading section шынымен де қиындау, өйткені matching headings деген секілді тапсырмалар маған қиын болып көрінетін. На самом деле негізі бұның барлығын дұрыстауға болады, дамытуға болады. Айтайын ба, YouTube-тан Advantage дейтін, IELTS Advantage дейтін канал на самом деле көп көмектеседі, өйткені нақты не нәрсеге фокус қою керек, қандай қателіктер жасамау керек деген секілді маңызды тақырыптарды айтады, және де өте көптеген пайдалы мәліметтер береді, кеңестер береді, поэтому сол каналды көруге кеңес беремін. Келесі нәрсе, менде қиындық жаңалық оқу болатын, ағылшынша. Өйткені мен үшін қиын. Білмеймін неге қиын екенін, может қызықсыз болғандықтан ба, әртүрлі сөздерді жаттау, кейбір кезде жаңалықтардың полный бәрін түсінбейсің, поэтому фокус жоғалтып аласың деген секілді. Но на самом деле егер сіздерге жаңалық оқу қатты қызық болмаса, ендеше өздеріңізді қинап керек емес. Лучше айтайын ба, жай ғана Кембридждің өзінің кітабымен дайындалатын болсаңыздар, оның өзі көп көмектеседі, өйткені ол жақта өзіміз білетіндей өте көптеген тақырыптар бар. Сол тақырыптарды оқи отырып, өздеріңіз бір идея табасыздар, жаңа ақпарат білесіздер, және де словарды дамытуға өте оңай, жақсы жолы ол осы Кембридждің кітаптарымен дайындалып практис жасау. В общем, достар, қазір дейтін сағат 1-ден асып жатыр, 1:30 болып жатыр. Біз уже қазір Шымкентке шығайын деп жатырмыз. Мен өстіп шашымды жинап алдым. Қазір күн ысып тұр, енді шашыңды жайсаң вообще әбір жейсің. Қазір енді мен look of the day көрсетемін. В общем, достар, өстіп киіндім, енді сумка алдым. Егер сол жақта кітапхана болса, IELTS пен SAT-ға дайындық бойынша кітаптар алмақшымын кітапханадан. Достар, менде SAT бойынша қазір дайындыққа кітаптар көріп жатырмын.
мен қазір өзім дайындалып жатырмын SAT-ға. Осындай аяқта дейтін осындай кітаптар. В общем, достар, мен қайтайын деп жатырмын. В общем, достар, мен шығып қайтып бара жатырмын. Кітап алған жоқпын. Өйткені, оказывается, удостоверение оригинал документтер керек екен да, бір-екеу. И мен только волонтерство бойынша келгеннен кейін кітаптарды көргеннен кейін SAT бойынша кітаптар аламын ба деп ойлап едім. Но хорошо, келесі жолы келемін, вот сол кезде уже ту туралы куәлік, соның оригиналын алып келу керек екен да, и сөйтіп, в общем, аламын. Қазір Шымкентте жүрмін, өзім рахат. Кішкене очким деп қояйын, а то бізден қазір қарайып кетеді. Уже қазір примерно 5-те уже үйде болсам, курсыма дайындалып үлгереді екенмін. Бір нәрсе айтайын ба? Атмосфера вообще мощный. Өйткені сен уже білесің да, егер бір нәрсені түсінбесең, сен оны басқа адамнан сұрай аласың. Мына жақта әртүрлі адвайзер болғаннан кейін, сенің арманың уже кәдімгідей мақсатқа айналып жатқанын сен түсінесің да. В общем, сол настроение зор. Енді қайтып бара жатырмын. Қазірге қайтайын деп жатырмын, уже таксидемін. Сағат уже 4:30-нан асып жатыр. Примерно 5-тен аса үйге барсам. Нормально. Ақыры қазір таксиде ешкім жоқ екен, айта берейін. В общем, бізде не жасаймыз? Сол туралы айтқан болатын. Уже бізде 5 мен 9 күні тағы да summer camp болады, бірақ бұл офлайн түрде болады. Ал мен қатысқан лагерде бір айдан аса уже қанша уақыт болды? 3 ай болды негізі ол примерно. Ол онлайн болған болатын, консультациялар болады. Ал енді бұл summer campта мен ол 2 жұмыс жасайын деп жатырмын волонтер ретінде. Біріншісі ол vocabulary building, яғни қазақша қандай еді? В общем, сөздік бойынша болады ағылшын тілінде. Екінші волонтерство ол менде как SMM ретінде әртүрлі рилс салуға, кішкене пост салуға, вот сол бойынша жұмыс атқаратын боламын. В общем, достар, үйге келдім. И менде қазір екінші ойлар пайда болып жатыр. Мысалы, неге Нұрболашақта оқымасқа деген секілді, не болмаса Нұрболашақта оқыған дұрыс па, дұрыс емес па деген секілді. Но менде GPA бағаларым өте маңызды. Полный менде баға алтын белгі болғандықтан менде 5. Ол қалай болады? Дайындық қалай болады? Мен үлгеремін ба барлығына? Деген секілді сұрақтар. Мысалы, жол кіремін, бұл ақша қанша кетеді деген секілді. Маңызды решениелерді қабылдау керек болып тұр да. И қазір уже менде курс болады. Басқа иностранный язык. Ал қазірше болды. Үйге келдім, жеттім. В общем, достар, бірден видео түсіріп жатырмын. Қазір менде 6 жадында болатын курс 7-де болады. И 7-тен, конечно, 8-ге дейін болады. 7-тен 8-ге дейін курс болайын деп жатыр. И менде бүгін кішкене жаңалықтар болды. Мен білмеген, поэтому жаңағы мектеп бойынша кішкене сұрақтар пайда болып тұр менде. Но бүгіндікке басқа айналысатын тірліктер көп. Мысал ретінде Excel. Өйткені волонтерствода осы жақын арада мен Excel толтыратын боламын, поэтому больше бір базаны білу қажет Excel бойынша. В общем, менде курс аяқталды. Енді қазір менде IELTS бойынша дайындық болу керек. Спекингға вроде уақыт бөлуім керек, өйткені мен спекинг орындап жатқан жоқпын. Поэтому мен қазір спекинг тақырыптары бойынша кішкене сөздік іздейтін боламын. Белгілі бір тақырыптар жайлы сөйлеуге тырысатын боламын. Білмеймін, мен қазір именно қандай процесс,
қалайынан үйренемін ол бойынша нақты детальны түсіріп жатқан жоқпын, білемін. Может, бұл видеода менде ұзақ болмайтын шығар, но көбінесе бір күнде не нәрсемен айналысамын, соны көрсеткім келді, но алдағы уақытта тағы да больше видеолар түсіретін боламын. Қандай волонтерствомен айналысып жатырмын, сол бойынша детально видеолар түсіретін боламын, поэтому алдағы уақытта тағы да видеолар күтіңіздер. В общем, достар, қазір сағат 10:30. Компьютермен жұмыс жасайын десем, қатып қалып жатыр. И ойлаймын, что попросту уақытты құртқаннан ешқандай пайда жоқ. Лучше мен күнделікті не жасап жатырмын, қандай советтер бере аламын, соны айтайын. Егер сіз IELTS-қа дайындалып жатқан жан болсаңыз, ендеше өздеріңізді как экзаменатор секілді шынымен тексеріңіздер. Бір ғана әріптен қате кетті, и ол нәрсеге сіз плюс балл беретін болсаңыз, ендеше сіз жай ғана өзіңіздің қателіктеріңізге көз жұмы қарап, ол қателіктермен жұмыс жасамай, просто жай ғана бір ғана әріп дұрыс емес қой, мен экзаменде етіп жазбаймын, экзаменде уже мен дұрыстап жазамын деген секілді әңгімелер болмайды. Егер бір әріптен қате кеттіңіз ба, уже ол нәрсемен жұмыс жасау қажет. И жоғары балл алмауларыңызға да бірден бір себеп осы қателікпен жұмыс жасамау болады. Ал енді дүние тарихы бойынша айтатын болсам, на самом деле дүние тарихына қатты көңіл бөле алмай жүрмін. Өйткені менде қазір алдымда только ОБТ емес, менде IELTS бар, SAT, ОБТ, волонтерство, сосын тағы басқа иностранный язык, сосын өз ағылшын тілі, writing бойынша мен вообще бөлек курс алып жатырмын. Білмеймін мен қайтып үлгеріп жатқанымды, и в то же время менде иногда YouTube, мысалы, жаңа идея табуға тырысасың, и в то же время менде еще жұмыс бар, мен білмеймін қайтып барлығына үлгеріп жүргенімді. Но главное, бір прогресс болып жатқан секілді болса, оның өзі жақсы. Поэтому егер сіздер қазір только ОБТ ғана болып тұрса алдарыңызда, ендеше ОБТ-ны алыңыздар, 5 пәнге бірден қазір дайындалыңыздар. Өйткені сіздер үлгермейсіздер. Бір күннің өзін продуктивно өткізуге тырысу, продуктивно өткізу өте маңызды. Шаршап тұрған секілді болсам, это значит, что мен шаршағанмын. Қазір сағат 10:30 болды. Мен Шымкентке барып келем дегеннің өзінде де қатты шаршап қалдым. Потом арғарта тағы жүріп қалдым, потом үйге келдім. Үйге келгеннен кейін жарты сағаттан кейін уже курс басталып кетті. Білмеймін. Но қазір демаламыз, асанда тұрамыз ертерек, и уже қайтадан план құрып жаңа күнді бастауымыз керек.